Let's go. Бәріне сәлем. Бұл бүкіл әлемді аралайтын қазақ тіліндегі жаңа тревел жоба. Бұл әлемде шектеу жоқ. Бәріне салам, бұрақты кеш жалам. Қырақты оймен бұл сұрақты да беше шалам. Салам, мықты болсаң тез саламды. Эйфель мұнарасы махаббат символына айналып қана қоймай, Франция елін әлемге әйгілі етті. Және де жылына 53 миллион евро пайда түсіріп отыратын табыс көзіне айналды. Густав Эйфельге басында бәрі қарсы болды, тоқтатты, тіпті шектетті. Дегенімен, ол өзінің арманына қол жеткізе алды. Құрметті көрермен, бұл дегеніміз, бұл әлемде шектеу жоқ. Шекараларды бірге бұзайық. Сәлем, Париж. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Эйфель мұнарасы әлемнің 7 кереметінің ішінде екінші орында. Осы уақытқа дейін мұнараға 200 миллионнан астам адам көтерілген. Бірақ француздардың көбісі негізі бұл мұнараны ұнатпайды екен. Жай қоқыс болып тұр, ұсқынсыз темір деп атап жатады екен. Қызық. Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds. Бұл мен қалайсыңдар? Бұл біздің бөлмеміз 4 адамға арналған. 1, 2, 3, 4. Бір күнге 60 мың теңге, яғни 4 адам келсеңіздер, яғни бұйырса келіп жатсаңыздар, 15 мың теңгеден. Душ жақсы, барлығы таза, әдемі. Айтпақшы, перелеттар жайлы айта кетейікші. Примерно адам басына сендерде 200 мыңға шықты. Да, максимум. Я. Қалай келдіңдер маршрутты? Айтып жіберсең. Короче, Абу-Дабиге ұштық Алматыдан, потом Абу-Дабиден неге? Будапештке, потом Будапешттен Парижге. Я, 3 пересадка, получается, 3 пересадка 180 мыңнан адам басына, ол еще 2-3 күн қалғанда билет алу. В принципе, нормально, В принципе, бізге айтқаны, егер де біз ертерек алғанда, әлде қайда ну, типа 100 мың теңгеге 100 мыңға шығады. Мінекей, біз түсіріп жатқан техниканың барлығы зарядкада тұр. Және өзіңде GoPro. Жаңа өзімде GoPro. Мінекей, бәрі вайбовый ғой, короче. Все, қайырлытын бізге. Ары қарай. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Біз қазір Монмартр төбесінде орналасқан махаббат қабырғасының жанында тұрмыз. Стена любви, all of the love. Мінекей, бұл жақта мен сені сүйемін деген сөз әлемнің 250 тілінде жазылған. Яғни Париж махаббат қаласы екеніне тағы да бір дәлел. Құрметті жігіттер, қыздар, ағалар, әпкелер, іні қарындастар, бұйыртса өздеріңіздің махаббаттарыңызбен осы қалаға келіп, бір-бірлеріңізге деген сезімді ары қарай арттыруға бұйыртсын деп қояйық. Негізі француздардың өздері жігіттер қауымы өте романтик болып келеді. Қыздарға бір күшті нәрселер жасау, гүл беру, гүл деген бұл жақтайын қалайсам, ол жай ғана нәрсе. Өте күшті нәрселер жасауға өте құмар болып келеді, яғни романтик. Бізде енді жігіттерде қалай деп шаны етіп, бір жігіттер бірдеңе істесең, достарың сау қойсаң, сондайды бұзайық, қойық қырсын. Oh baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about it, stories I've been heard. So one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Құрметті көрермендер, неге мен сумкамды алдыма қаратып алдым деп ойлап жатқан шығарсыздар, или че ойлап жатқан жоқсыздар ма? Ойлап жатсаңыздар айтайын, жалпы Францияда ұрлық өте көп. Негізі туристердің көңілін қалдыратын бірде-бір фактор бұл. Енді ұрлықтың көп болуы да не себептен екен жақсы түсініп отырсыздар, туристердің көп болуы, мигранттардың көп болуы деген сияқты. Мысалы, сіз бір кісіге жаңағы Эйфель мұнарасының фонында суретке түсіріп жіберіңіз деп, егер жалғыз жүрсеңіз, папарацци етсеңіз, ол жас жігіт болса, сіздің телефоныңызды алып қашып кету ықтималдылығы өте көп.
Сондықтан да бір үлкен кісілерге, ата-апаларға немесе жас қыздарға беру керексіз. Сіз примерно қуып жетіп аламын-ау деген адамға ғана сеніп тапсыруға болады. Атақ енді өте көп. Біз 2019 жылы келген кезде біздің көзімізше сумка ұрланған кездер болған. Мәселен, осы фонда тұрасың, сумканы былай қоясың да, енді 1-2 адам болып келдің, сумканы былай қоя тұрасың, жарайды маған мысалы жаңағы фонда суретке түсіріп жібер, осылай қызық келіп обратно сумканы алайын деп. Жоқ. Мінекей осылайша ұрлық. Қалай дайындығымыз қалай? Зор ма? Дәлдігін келмесе де дәлдігін кеп тұр. Саған сенбеген адамдар қалжақ дайын сұр. Жыныма тимеген мен өз өзіңнен сан түрлі ойлан. Беп көп адамға дәлдігін кеп тұр. Бәрі бекер. Өмір өтер ақ бен ғана. Баяу ғана бәрі бекер. Францияда, жалпы Европа мемлекеттерінде халықтың басым көпшілігі метромен жүреді, себебі такси өте қымбат. Орта есеппен алған кезде такси бір жерден екінші жерге дейін, яғни пункт Адан пункт Б-ға дейін орта есеппен 15-20 мың теңге. Яғни күніге 4-5 жерге барсан санай беріңіздер. Сондықтан метромен жүреді. Дегенімен де метроның өзі де арзан емес. Метро мысалы бір рет мінгеніңіз 1000 теңге. Ал егер бір күнге бірден алатын болсаңыз 3,5 мың теңге. Роднойлар, әлемге метро сөзін сыйлаған осы Париж қаласы екен, сендер білдіңдер ме? Мысалы мен білген жоқпын. Париж қаласындағы метро әлемдегі ең тарихи метролардың қатарында екен. Жылына Париж метросына 1,5 миллиардтан астам адам мінеді екен. Яғни бір күнде 4 миллионға жуық. Ойлаңыздар. Сосын бұл жақта кәдімгідей біздің елдегідей типа жастар тұрып кетіп үлкендерге орын беру деген онша қатты қалыптаспаған, отыра береді. Үлкендер тұрып тұра береді, жастар отыра береді деген сияқты. Не дегенмен үлкенге құрмет болу керек деп қойып, сол жағында өзі қыз тұрып тұрғанша мен ол кісіден сұрадым, мен мінесіз ба деп, отырасыз ба деп. Жоқ, отырмаймын деді, рахмет. It's okay деді. Окей. Біз примерно бір 15-20 минуттай болды видео түсіріп жатқанымызға, ешкім бізге мән бермейді кәдімгідей. Негізі былай қарап отырсаң ше, кәдімгідей метроның ішіндегі атмосфера, обстановка кәдімгі фильмдердегідей. Айтпақшы, фильм демекші, кәдімгі фильмнің актерлары, танымал адамдардың өздері бұл жақта метромен жүре береді. Бізде былай қарап қоямыз, біреу кездесіп қалама деп. Бензема түсіп қалса бірге, Францияда Бензема. На, Бензема деп. Артында полиция қызметкерлері тұр, кәдімгідей қарап қызғасын. Жұрттың полициялары, полицияда біздің полициялар. Жақсы ғой негізі ол кісілерде, ол кісілер құрмет дейміз, просто денелерін қараңыздаршы, качок. Кәдімгідей қарасаң, тамсанасың, қорқасың кәдімгідей. Бір жеріңді қысасың деген сияқты. Ал бірақ енді бұл кісілерге халық жалпы жақсы көзбен қарайды, келіп көмек сұрайды, жол сұрайды. Бұл кісілер де тура солай жауап береді. Но заңды бұзсаң, аямайды. Оған мына видео дәлел. Мына видеоны білдіртпей мен өзім түсіріп алдым. Мейрамханаға счет төлемей қашып бара жатқан кісіні полиция қызметкері осылай тоқтатып алды. Байқадыңдар ғой, бұл жақта иттерге ерекше құрмет. Татау мемлекеттік деңгейдегі құрмет. Иттерге пособие беріледі. Прикиньте, иттерге пособие. Бізде Қазақстанда адамдар пособие аламай жүргенде, мына жақта иттер пособие алады ғой. Ойбай, бір кем дүние ай. Неге екен білесің ба? Неге? Яқта билікте адамдар ғой. Ha? Sorry, sir. Hello. Hello. How are you? May I help you? Жансерік, жинақтал. Қалай дұрыс ет, бүкіл мектептегінің бәрін есіңе түсір. Көт. Аллар, кән деп айтып, мектеп кезінде бірден... Стоп! Былай тұр. Қара қалай істеу керек екен. Oh, okay. How I can go to Louvre? You have to go downstairs and take the metro 1 and go to the Louvre. Oh, thank you. You are welcome. Goodbye. Goodbye.
Just to study. Ағылшын тілінде еркін сөйле. О, бұрқақ, бұрқақ, өн бойымды шамырлап, әсем бұрқақ, шылсын сен өзі қайтайсың, әрбір күн жүректен жандырсын, менің әлем құлаққа жандырсын. Ал бұл Лувр қайталанбас өнер туындыларын тамашалау үшін әлемнің түкпір-түкпірінен халық ең көп жиналатын Францияның ұлттық мұражайы. Жылына Луврға келушілер саны 10 миллион адамнан асады екен. Қазіргі таңда бұл рекордтық көрсеткіш. Мұражайда 300 мыңға жуық экспонат болса, оның 35 мыңы ғана залдарда қойылған. Қазір Лувр музейінен шықтық. Кәдімгідей енді сезім бөлек. Энергетикасы, атмосферасы жеткізе алады. Мона Лиза картинасының қасына барған кезде кәдімгідей мурашки болып, мен вообще оған түк қатысым жоқ қой негізі да. Мысалы бір француз емеспін, бірақ та қызығасың. Францияның Франция болып қалыптасуына себепкер болған әрбір тұлғаға, әрбір азаматқа бөлек-бөлек мүсін, бөлек-бөлек ескерткіш, ғимарат, павильон, бөлме жасап қойған. Ойлаңыздар енді 10 миллионнан аса келушілер жылына әлемнің түкпір-түкпірінен. Яғни өздерінің тарихтарын әлемге танытып қана қоймай, сонымен қатар осыны табыс көзіне айналдырып отыр. Қарайсың да бір қызығасын, және де қызғанасын. Артық ештен кеш жоқ. Біздің қазақтың да тарихы ауыз толтырып айтарлықты. Алматыдан, Астанадан емес міндетті түрде. Абай даласы Семей өлкесінен көздеріңіз елестетіңіздер, жер жоқ емес бар ғой. Кәдімгідей Алаш деген бір музей болса, өте үлкен. Кезінде Қазақ хандығынан бастап репрессия құрбандары бар, соғыстың кезіндегілері бар. Кейіннен тәуелсіздік алуға себепкер болған мықты аға әпкелеріміз бар. Барлығына бөлек-бөлек ескерткіш, бөлек-бөлек бөлме, павильон, ғимарат жасап, қастарына тарихын жазсақ, міне сол кезде жастардың, жалпы балалардың тарихқа деген қызығушылығы ашылатынына ешқандай күмәніміз жоқ. Себебі оған міне артымда жүрген балалар, артымда жүрген адамдар дәлел. Яғни біз де қызық қылып өзіміздің тарихымызды жеткізе алсақ, онда өзіміздің тарихымызды дәріптеуге жақсы мүмкіндік бар. Біздің тарих теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны теріп алып, келер ұрпаққа тарату мына біздің міндет. Жоғарыда отырған ағалардың құлағымызға алтын сырға. Жарайды, ол кісілер жасамаса да, өзіміз қатарлы азаматтар бұйыртса билікке барады ғой. Жалпы бұл нәрсе мүмкін ғой. Бюджет жоқ емес бар, жер жоқ емес бар. Неге жасамасқа? Шекараларды бұзатын уақыт келген секілді. Бұл әлемде шектеу жоқ. Өз ойында, тұл бойында, бәрмәні жоқ пендесі. Бізде мұрзаң үйде сырдың сөзі қылжаң еркесі. Біз қазір Монмартр төбесінде орналасқан ресторандар бұрышындамыз. Бұл жақта француздардың ұлттық тағамдарының дәмін татуға болады. Және де бір байқағанымыз барлық ресторанда даяршылардың, яғни официанттардың басым көпшілігі үлкен кісілер. Не себептен? Себебі Европада официанттарға деген құрмет үлкен. Кәдімгідей бір жоғары деңгейде қалыптасқан мамандық иесі болып табылады. Және де келген қонақтарға өздерінің тағам жағынан кеңестерін айтып, өздерінің елдері жайлы жақсы пікір қалыптастыра алады. Ал біздің елде қалай? Біздің елде көбісі біздің официанттарға, яғни даяршыларға дұрыс емес көзқараста, дұрыс емес қарым-қатынас жасайды. Үлкен ағаларымыз келіп алып, інішек, официант деген кезде жігіттердің, қыздардың біраз намыстанады, бірақ ақша табу керек. Сондықтан шекараларды бұзайық, осы бір көзқарасты, осы бір пікірді өзгертейікші. Официант ол кәдімгідей біріншіден ақша тауып жатсыздар адал еңбекпен. Екіншіден кәдімгідей бұл мамандық иесі ретінде, мықты бір жоғары деңгейдегі мамандық иесі ретінде біз қарайтын болсақ, бұл кісілерді біздің еліміз жайлы өзге туристерге жақсы пікір қалыптастырып, махаббаттарын арттыратыны сөзсіз. Так, ет заказ берейін, стейк заказ берейін штем, да, короче. Дүйкав стейк деп еді. Сөйтті да, жоқ стейк емес, басқа ет бар деді. Нап қопет деді, шошқа емес па деді, шошқа емес деді. Биф? Я, биф деді. И әкеп береді ғой, нағасы. Мынау ше? Фарш, ол кәм, фарш. Спеген ба? Спеген, фарш. Но, қандай? Көлік? Салқын екен. Салқын екен.
We are shooting YouTube project for my channel. The first day you here? No. Second day. Second day here. Бізде ақша өтіп жатыр деген сөз емес бұл. Біз просто системаны түсініп алдық Францияда. Бір жерге барып 300 спагеттиге 50-60 мың теңге төлегенше, одан да 10-15 мың теңгеге осындай четкий обед жеп аламыз. Біз Францияда не істедік? Біліп қойдық. Мына бір жер киномандар үшін өте ерекше жер, тарихи локация. Бұл жерде начало фильмнің эпизоды түсірілген. Ол жақта басты рөлде Леонардо Ди Каприо ойнайды, және де оның режиссері кім, Самат? Кристофер Нолан. Азан қарсы. Заказал. Тағы да бір мынандай қызықты факт естідік. Негізі смог бар ғой, яғни түтін. Біздің Алматының басты проблемасы болып табылатын смог. Ол енді кез келген жерде бар. Парижде де айналып өтпепті сол бір проблема. Смог жиналған кезде, уже башняның төбесінен байқайды екен. Яғни жаңағы әкімшілік уже төбесі көрінбей бастайды деген сияқты. Сол кезде бұл жерде енді әкімшіліктің былайша айтқан кезде андай бір несі болады екен, инициативасы болады. Давайте былай істейік, халық қайтады екен. 2 күн бойы метро, автобус барлығы сіздерге тегін. Өздеріңіздің көліктеріңізден түсініңіздерді, сондай жаңағы транспорттармен жүрулеріңізді сұраймыз. Себебі біздің қала смог болып бара жатыр деп. Міне бұл жерде халықта түсініп, машинасынан түсіп, метромен жүреді. Содан кейін 2 күннің ішінде осындай қайтадан өзінің халқына келеді екен. Франция, Париж, Сан-Джордж көшесі. Дәл осы жер. Дәлірек айтсақ, артымда тұрған театр бұл қазақ өнерін әлемге әйгілі еткен тарихи жер десек артық айтқанымыз болмас. Бір кеудемді бір мақтаныш, бақыт сезімі кернеп тұр. Не себептен екенін мен сіздерге өзімнің сөзіммен емес, 1925 жылы 31 шілдеде Франция апталығы газетінде жазылған керемет мақаладан үзінді оқып беріп түсіндірейін. Онда былай делінеді. Париждің комедия залында өтіп жатқан орыстың этнографиялық өнері әдетте біз көріп жүрген концерттерден ерекше. Біз аса жоғары, қызықты сахна көрдік. Таза шынайы қалпында тұрған, жүрек қылымды қозғайтын қазақтың музыкасын естідік. Қазақтың әншісі Әміре Қашаубаев өзінің халықтық манерада айтылатын, емін еркін даусына ұлт аспабы домбыраның сүйемелін қосып, өз елінің жанын толқытатын әндерін орындады. Сахнада өнерін Парижге көрсетуге келген адал көңілді әртістің өз отанына деген жалынды махаббатын сезе алды. Делінген екен газетте. Былай қарап отырсаң, 1925 жылғы, құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Ол кезде енді қазақтың жағдайын қандай болып жатқан сіздер жақсы білесіздер. Дегенмен де соған қарамастан қазақтың қара домбырасымен Парижге келіп Әміре Қашаубаев Европаның өнерсүйер қауымын таң қалдыра алды. Қандай қиындықтар болды, қаншама бір сәтсіздіктері болды. Дегенмен де ешқандай таныссыз, бәкесіз, мәкесіз былайша айтқан кезде осыны жасады. Және де қазіргі таңда біз онымен мақтанып жүрміз. Яғни бұл әлемде шектеу жоқ. Мен жағажайда. Айналамдағы адамдардың барлығы бақытты. Ал мен болса керісінше. Себебі жалғызбын. Сен жанымда жоқсың. Сені иіскеп, қолымда ұстап, осы жерлермен серуендесем екен деген бір ғана арманым болып тұр. Қолда бар алтынның қадір жоқ дегенді енді түсінгендеймін. Расында, сенсіз қиналдым тіпті, ұйқымнан да айырылдым. Мен сені сағындым, родной бургер.
родной бургер. Дәмін бір татсан, әлемнің кез келген бұрышында іздейсің. Дәл қазір сіздер көріп отырған армандағы жобамыздың басталуына себепкер болған бірден бір событие, ол Чемпиондар лигасының финалы. Парижде болды. Атмосфера бөлек. Көп сөйлемей ақ қояйын, оны видеодан көріңіздер. Ал Чемпиондар лигасы Қала Мадрид, Реал Мадрид және де Ливерпуль арасындағы ойын. Қала Мадрид. Гуля. Ассалаумалейкум. Жақсы шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Шаршамай. Қайдан боласың, родной? Шымкенттен боламын. Шымкенттен? Чымкентский везде десем ренжисіңдер, бірақ сондай ғой. Сәлем деп қойыңыз. Ассалаумалейкум. Do you have ticket? Yes, I have. Just a minute. Дәл қазір өзім үшін және де бұйыртса басталатын бұл әлемде шектеу жоқ Travel жобасының көрермендер үшін де тарихи сәт. Короче, билет алам деп шештім. 2000 евроға, 1 миллион теңге. Контент үшін. Франциядағы алғашқы шығарылым красочно шығу үшін мен оны жасайым, Алла қаласа. Короче, уже 9 минуттан кейін басталады. Бірақ әлі үлкен очередь. Қазір осындай жігіттердің кесірінен біз кіре алмай қалайын деп тұрмыз. Ай. Не деген сұмдық. Мінекей, Еуропада барлығы мәдениетті дейсіздер, жоқ. О, кірді намбар. Вай. Неге именно менің гейтім? Дәл осы кезде мыңдаған бұзақылар заңсыз қызметкерлерді таптап билетсіз стадионға кіріп кетті. Қайтамаған мына қыз көмектесіп кіргізіп жіберді. Өте агрессивно басталды. Мына бір ойын сұмдық болып жатыр. Кіріп келе жатырмыз. Стадион 1998 жылы салынған. Ішіне 80 мың адам сияды. Санды Франс стадионы. Францияның Париж қаласында орналасқан. Бұл стадион не үшін салынды? Бұл стадион жақсы спортшылар шығу үшін. Ал енді біздің елде спортшылар бар, бірақ жағдай жасалмаған. Мына жақта жаңбыр жауса су өзі ағып кетеді. Ал бізде жағдай қалай екен? Өкінішті. Біздің де футбол бұйыртса осындай деңгейге жетіп, қазақтың керемет бір әнін шырқап тұрса. Жасыл жайлау деп қойшы. Ұра бересің ғой Ливерпульға болеть етпесең де. Я за красивый футбол. Бала кезден футбол көруді армандағам. Лига чемпионовтың финалына түсу бұйырып тұр екен. Бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу біздің миымызда. Бітті. Бұйыртса енді бұл әлемде шектеу жоқ жобасының бұл алғашқы шығарылымында болатын нәрсе ғой.
Сондықтан да енді бір ерекше бір краска берді деген ойдамыз. Краскасын білмеймін, бірақ өзім жаман күшті әсер алып қайттым. 1 миллион теңгеге билет алып, әсер алмасаң тоже обидно, бірақ, но ничего. Біз эмоцияға, әсерлі сәттерге, және де тарихи сәттерге төлейміз ғой. Сондықтан да деп ондай қайғырып келеткен сияқты адам ұқсап отыр ма? Жоқ. Бәрі кайф. Бұндайды көру керек. Ақша келеді, кетеді. Ал армандар орындалатынына ешқандай күмән болмау керек. Бұл әлемде шектеу жоқ, роднайлар. Біз бастаймыз. Давай селфи, пойдем, Жанарке. Жанар, Францияда тұрады, вот видите, парижанки. Все қуаныштымыз. Ал сіздер қай жақтансыздар? Мен Алматыдан, а Жанар это отсюда. Да, біз Алматыдан. Ал. Видим в Инстаграме. Қарап тұрасыздар ма? Қарап тұрамыз. За границей тоже следят за казахскими новостями. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы сіздерге де. Так, мына пакеттің ішінде не бар екен? Деп ана бір білмейтін адам құса ойнатып қойын да. Өте күшті сыйлық. Бұл сіздерге алынған сыйлық, Парижден естелік болсын деп алғашқы шығарылымның астында ойнататын болады. Қазір шарттарын асықпай айтып өтем. Әзірше мына стадион жайлы айта кетейін сіздерге. Бұл Парк де Пренс деп аталатын Пари Сен-Жермен клубының стадионы. Жалпы ПСЖ-ны сіздер жақсы білесіздер. Әлемге танымал ең бай клуб болып саналады. Бұл жақта еще ең қымбат игроктар бар, жаңа Месси, Неймар, Мбаппе сынды. Енді ойлаңыздаршы, мен қазір қасында тұрмын да, мына жерге примерно Месси келіп матчтасын қояды, шығады, жаңа Мбаппе келіп тренировкаға келіп, сондай күшті. Қатты кетсең. Жарайды. Енді мына футболка жайлы айта кетейін. Бұл футболканы біз артында тұрған ПСЖ клубының ресми дүкенінен, яғни официальный магазиннен сатып алдық. Оригинал. Мінекей Мессидің аты жазылған. Енді кімге бұйыратын білмейміз, бірақ шарттарды орындап көріңіз. Мүмкін сізге бұйырып қалар. Каналға жазылу керек, ең бірінші шарты. Және де екіншіден осы выпускқа лайк басу керек, яғни лүпілдетші беру керек. Содан кейін комментарий жазу керек. Кез келген комментарий. Мүмкін бізге деген тілегіңіз, мүмкін сын айтсаңыз да біз оны көтеріп, бұйыртса алдағы уақытта жөндеу. Яғни кері байланыс керек. Сондықтан комментарийді міндетті түрде жазыңыздар. Небәрі 3 шарт, және де Парижден ПСЖ клубының футболкасы. Күшті емес па? Бұл әлемде шектеу жоқ. Құдай саласын. Соңында не айтарын білмейміз. Біраз адам қатты армандап, бір көруге ынтық болған махаббат қаласы. Сіз ойлағандай кереметпен ғажайыпқа толы емес. Себебі Париж туристерді мүлде бөлек келбетімен қарсы алады. Лас көшелер, қоқыстардың жиынтығы, жағымсыз иіс, вандализм, толассыз мигранттардың кез келген жерде жата беруі. Бұның барлығы туристерге қолайсыздық тудыратын сөзсіз. Прокат авто деген жерге келіп еді, бірақ таппай жатырмыз. Картада көрсетілген, бірақ по факту жоқ. Ары қарай іздейміз қазір. Машина по-любому керек. Еще бүгін жаңбыр жауып тұр. Баратын жеріміз көп. Қалай? Жақсы. Friday the 3rd or the Saturday the 4th. So there is full insurance. If you have any scratch or dent or accident, you will be paid zero. Okay? That's all? Yes. Oh, thank you. You're welcome. So Merci. I come with you. Деп машина алғандай қуанып. Құрметті көрермендер, біз Франциядан, Парижден машина алдық. Жоқ, сатып алған жоқпыз, жай ғана арендаға. Ары қарай Испания мен Италияға бару үшін. Қызықтың бәрі бұйыртса, енді басталайын деп тұр. Енді сіздерге айтып өтейін, қысқаша түсіндіріп өтейін, мүмкін қызық болып жатқан шығар. Қандай машина алдың, қаншаға алдың, қалай алдың? Ендеше таныс болыңыздар. Біздің көлік. Бұл Volkswagen Polo. Бізге 8 күнге шамамен 700 евро шықты. 700 евро дегеніміз енді 5-ке көбейтесіздер 350 мың теңгедей. 8 күнге Европа мемлекеттерін 350 мың теңгеге машинамен аралау деген менің ойымша 3 адам үшін ол өте жақсы баға. Күшті эмоция сыйлайды.
күшті бір моменттер, сәттер есте қалатыны сөзсіз. Бірақ та енді менің жасым 25-ке жетпегендіктен қосымша ақша төледік. Себебі бұл жақта 25-тен төмен жастағылар young driver, яғни жас жүргізушілер болып саналады екен. Сондықтан да олардан былайша айтқан кезде қауіп, яғни кішкене бір риск көп деген оймен олар көбірек ақша алады. Дегенмен соның өзінде, ақша көп төлегеннің өзінде бізге бұл жақсы эмоция сыйлайтынына ешқандай күмәніміз жоқ. Алаңдама, үй жағымды айтмаған мамаңама, бер өзім айталам. Уайымдама, үйіне апарам, айналаңда саған бәрі қап-қара. Сонымен қорытындылайық. Париж жайлы, Франция жайлы енді бір ақпараттар айтылды ғой біраз. Сәл кем-кетістіктер болып жатса, қатты сөкпеңіздер. Бұл алғашқы шығарылым. Осылай үйреніп кетеміз ғой. Осы жоба жайлы айтайыншы, бір душевно әңгімелесейікші. Құрметті көрермендер, сіздермен роднойлар деп айтамыз ғой, мен өзім. Инстаграмда роднойлар деп қоямын. Роднойлар, Қазақстанға бір осындай контент керек сияқты. Күнделікті стористер, лайв стористер, ол бәрінде бар. Әрине, ол да қызық, ол да керек. Дегенмен де осы бір Қазақстанның ютубында бір жаңа дүние пайда болса екен деген ой келді да. Осыны бірінші бастайықшы. Деп сомен әлемді көрсетсек. Не үшін жасап жатырмыз біз бұл проектті? Ақша үшін ба? Бұл жоба енді білмеймін ары қарай қалай боларын. Мүмкін спонсорлар көп болып, жақтан ұсыныстар көбейіп, мүмкін қаражаты жағынан ешқандай проблемасы жоқ бір жоба болатын шығар. Немесе ары қарай уже қиын болып кетіп, каждый мемлекетке бару жағынан, сәл материалдық жағынан болсын, басқа жағынан қиындыққа соғып шықпай қалама, маңызды емес, просто біз бастадық та бұл нәрсе. Сен жолға шықсаң, ары қарай жол сен өз жетелейді. Яғни Алла тағала айтқан ғой, мен тәуекелшілдерді жақсы көремін деп. Сен тәуекел етесің. Барлық бүкіл дүниеңді, бүкіл күшіңді саласында мен осы нәрсені жасағым келеді деп шын жүректен тілейсің. Ары қарай жол сені өз жетелейді. Яғни әрекетін жасайсың, берекесін міндетті түрде береді. Бірақ біз бұны не үшін жасап жатырмыз? Өзіміз үшін ба, өзіміз қыдыру үшін ба, әлде шын мәнісінде елдерге пайдалы болу үшін ба? Сол жерде шешіп алайық дедік. Отырдық, үшеуміз падушам әңгімелесіп отырдық та шештік. Елдерге шын мәнісінде пайдалы болайықшы. Яғни ауылда жүрген, райондарда жүрген, неше түрлі жаңағы аудандарда жүрген балалар көріп, Франция мынандай екен, Испания мынандай екен. Мен де қазір барамда үйінен шығып тіл үйренем. Қазір ағылшын тілін үйренем, басқа тілдерді үйренем. Өзімнің мировоззрением дамытам. Барамда сол жақтан көремді, барып бір нәрсе үйреніп келемді, келіп елге пайдалы азамат болам. Осы нәрсені біздің елге кіргізсе, күшті болады. Мынау нәрсе керек емес екен, біз қатты еліктеп бара жатыр екенбіз. Бұл нәрсе керек емес бізге деп отыратын ауылда отқан бір Ержан деген, өзіміздің Бауыржан деген азаматтар осы жобаны көріп, қанша мың адам көреді мысалы. Бір адам өзгеріп жатса, ол біз үшін уже үлкен жетістік. Мінекей, әлемде осындай қалалар бар, әлемде осындай мемлекеттер бар. Алла тағала оның барлығын жаратып қойған. Не үшін жаратып қойған? Біз көрсін деп, білсін деп. Және де бізге соны көрерменге жеткізу бақыты бұйырып тұр екен. Біз бұны бастадық, ары қарай уақытша емес, ғұмыр ұзақ жоба болатынына шын жүректен сенеміз. Бір жақсылап тұрып қолдап қойыңыздаршы. Бұл әлемде шектеу жоқ. Шектеу біздің миымызда. Бұл Париж. Осымен, тамам.